Сәлем достар. Бүгін сіздерге 2024 жылы шыққан шынайы оқиғаға негізделген «История Тани Кач» фильміне шолу жасаймыз. Фильм Таня Качтың жаңа мектепке ауысуымен бастап орын алады. Жаңа мектеп үшін Стефани көрсетіп шығады, және қатыгез қатал күзетшіден аулақ жүруге кеңес береді. Алайда күзетші Том Хоуз жаңадан келген қыз кабинетін жоғалтып алғанда қуана жол көрсетеді. Қоңырауда Таня асырып алған отбасымен мәселелер болып жатқандықтан Стефанидің үйінде тұруға өтініш жасайды. Қыз ойланбастан жоқ деп жауап береді. Соңынан Таня Челсидің сыныптасына күлімсірейді. Челси болса ашуланып қызға тістеніп, мектептегі жалғыз құрбысы Стефани екеуінің ортасына от салады. Том жаңадан келген қызға жергілікті балалар солай қатыгез деп көңіліне алмауын өтінеді. Кейін асырып алған жанұясы жайлы қыз айтып береді. Туған анасы да ажырасқан соң қайтадан тұрмысқа шығып қызын тастап кетіпті. Ер адам қызды әйтеуір қолынан келгенше жұбатады және дос болуды ұсынып тек Том деп атауын өтінеді. Ал келесі жолы анасы тұтқаны алмай жатқанын шағымданғанда Том ақша беретінін айтып өзі баруын ұсынады. Есесіне қыздың ерінен сүйіп алады. Таня автобус арқылы анасына жетеді. Анасы қызын көріп ұрсып соттың шешімі бойынша олардың көрісуіне болмайтынын есіне салады. Дым демей кіреберістен қайтарып жібереді. Асырап алғандардың үйіне барғысы келмеген Таня күзетшінің үйіне келеді. Тони бүгін ата-анасы үйде болмағандықтан осында қалуға шақырады. Тіпті егер тыныш жүретін болса, осында қалуына да болатынын айтады. Себебі рұқсатынсыз бөлмесіне ешкім кірмейтін. Таңертең ер адам құрбысы Жузға қызды алып келіп, бүгін мектепке бармаса да болатынын айтады. Осында қыз Том оған жақсы қарым-қатынас көрсетіп, кейде сүйсетіндерін айтады. Мұны естіп оқушы үшін уайымдаған әйел тағы бір рет анасымен сөйлесіп көруін өтінеді. Анасы тағы тұтқаны алмады. Кешке ер адам sıрамен бірге келіп Жуздан оларды жалғыз қалдыруын өтінеді және қызбен түн өткізеді. Ал таңертең қызға тек мендіксің деп айтады. Келесі күні түнде Таняны ақырын өз бөлмесіне алып кіріп, біраз уақыт осында тұруға көндіріп алады. Күндіз сыртынан құлыптап, түнде келіп ашатын. Ең бастысы, ата-анасы естіп қоймас үшін шуылдамау керек. Таняның көңіл күйі түсіп кетіп келіседі. Ал кешке әжетхана ретінде шелек пен қағаз алады. Таңертең ер адам қызға күнделік беріп, олардың жақындасқан әрбір сәтті жазуды өтінеді. Ал мектепке кетер алдында асырап алған ата-анасынан қашып кеткендіктен шу шығып, енді қыз қайтып барса, кезекті асырайтын отбасыға емес, тікелей жетімдер үйіне кететінін ескертеді. Егер Таня мұны қаламаса, тыныш үйде отырып Томның жұмыстан келуін күтуі керек. Осылайша Томның астындағы бір сызық болған күндер басталды. Арасында ата-анасының ұрысқандарын естіп тұратын, тіпті бір жолы қашып көруге тырысты. Бірақ дәлізде Томның әкесінің көлеңкесін көріп райынан қайтады. Ер адам ара-тұра қыздың анасы мен Жудидан хабарламалар алып тұрды, бірақ Таняға оны іздеп жатқан ешкім жоғын айтты. Ал ақыры үйіне полиция келгенде Таняны жертөлеге түсіріп, қызметкерлерге ешкімді көрмегенін, ештеңе білмейтінін айтады. Қоса үйінде қарт ата-анасы болғандықтан мазаламауын өтінеді, ал офицерлер келісіп кетіп қалады. Ал олар кеткен соң, Таняға енді оларға ешкім кедергі жасамайтынын айтады. Төрт қабырғада тығылып 9 ай отырған соң Таня киім-кешектерін жинап Томға алғыс білдіріп кетпек болды. Алайда күзетші қызға күш қолданып тек өзінікі екенін айтып жібермейді. Жаңа жылды Том қызға шкафқа тығыла тұруды бұйырады, себебі отбасылық дәстүр бойынша барлығы сыйлық іздеп бөлмелерді қарайтын. Ал соңынан ер адам қызға анасы жаңа көңілдесімен үйленіп жатқан газет киінтісіп алып келіп, анасының оған түкіргені барып айтып өтеді. Осылай тағы бір жаңа жыл өтеді. Жазда Том қызды ендігі ешкім іздемей жатқаны анық екендігін айтып айтады. 4 жыл 4 қабырғада отырған қыз тағы өзін босатуын өтінеді. Том Таня жалғыз ғана оны шынайы жақсы көрген адам екенін айтып, егер кетсе өзіне қол салуға уәде береді. Психикасы бұзылған қыз қалып кетеді. Bir жолы Таня жайлы Жуди сұрап қалады. Том кетіп қалған деп өтірік айтады. 7 жыл тұтқындықтан болған соң Таня далада шығып таза ауа жұтуға өтініш жасады. Қыздың кәмелет жасқа толғанын байқаған Том қыздың жалғыз өзін жаңа киімдер алуға жібереді. Ол үшін ата-анасы үйде болмаған күнді таңдап, жүретін жолының картасын жасап, қолына ақша беріп шығарып салады. Бірақ егер олар жайлы біреуге айтса, тауып алып өлтіретінін ескертеді. Қыз сызылған картадағы дүкенге келіп киім-кешек сатып алып, жүгіріп шығып кетіп сатушы мен күйеуін ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Томға қайтып оралып, өзін жақсы ұстаған үшін ара-тұра серуенге шығып тұруға мүмкіндік алады. Келесі жолы Том тағы да Таняға ақша беріп, бұл жолы тәтті алып келуге жібереді. Қыз дүкеннен тағы солай бір түрлі шығып кетеді. Ал түнде аулаға таза ауа жұтуға шығады. Алайда шопингке шығу Томның әкесіне құлап төсек тартып жатып қалған соң аяқталады. Сонда Таня неге өзін әлі ата-анасына көрсетпегенін сұрайды. Том ойланып қалады, себебі анасына шынымен үй ісіне көмектесетін адам керек болатын. Қызға ұсыныс тастайды. Келіскен соң неге есіммен ата-анасына таныстыруды шешеді. Осылайша Таня Томның ата-анасының мен танысып есікті ашық ұстайтын болды. Алайда ата-анасы қыздың жұмыссыз екендігіне наразы болатын.
Анасы Флоренс тіпті қыз үй жұмыстарын жасай алмайды деп ұрысып, дұрыс таңдау жасамағанын шұқып айтады. Бір күні қыз церковқа кіріп, үстіндегі киімі сәйкес келмегендіктен қалмауды шешеді. Үйге келіп кешіккені үшін күйеуінен жақсылап ұрыс естіп алады. Келесі күні Том қызға жұмса деп ақша береді. Қыз жинаған ақшаларын санап, жеткілікті болғанына көзі жетіп, церковқа баратын киім алуға келеді. Нәтижесінде қыз жексенбі күндері церковқа келе бастайды. Ал үйде Томның ата-анасына қызмет жасап, бос уақытында дүкендегі өзін Ники деп таныстырған сатушы және әйелдермен уақыт өткізеді. Бірақ бір күні байқаусызда кешігіп келеді. Күйеуі қамқорлық жасап жатқанын міндетсініп жаза ретінде Таняның жинаған ақшаларын алып қояды. Осылайша Таня ыңғайсыз жағдайда қалып дүкенге келіп ақшасы жоғын мойындайды. Ал сатушы жұмыс ұсынып еді. Жігіті рұқсат бермейтінін айтты. Әңгімені кіріп келген полиция бұзып жібереді. Таня өзін Ники деп танитын офицерге де бар шындықты айта алмайды. Ал үйге келгенде Том қызға жүзік алып берем дейді. Қыз бәрібір ақша жоқ екенін айтып, Том ашуын қыздан алып соңынан төсекке сатуын бұйырады. Кезекті дүкенге келгенде сатушы Таня келіп күзетшімен бірге тұрып жатқанын білетінін айтып, одан не тапқанын сұрайды. Тіпті жұмыс істеуге рұқсат бермейді. Қыз жауап ретінде тағдыры өзіне тиесілі еместігін айтып, шығып кетеді. Түнде Таня дүкендегі әңгіме жайлы ойлайды. Ал таңертең келіп Ники емес сол жоғалып кеткен Таня Кат екенін айтады. Ер адам қыздың жоғалып кеткені жайлы мақаланы тауып алып, дәл қазір полиция шақыруды ұсынады. Алайда қыз қорқатынын айтып, Том кеткеннен байқамас үшін қашып кетеді. Үйде ашулы күйеуі мен ата-енесі күтіп алады. Қыз лезде үй жұмыстарына кіріп кетеді. Ал енесі Флоренс ендігі кешкі ас неге дайын болмай жатыр деп ұрысқалы жатқанда, полиция кіріп келіп Томды тұтқындайды. Ал анасына ұлы 14 жасында жоғалған қызды 10 жыл зорлап ұстағанын айтады. Томның сатқын деген сөздерін естіп шошынып жатқан қыз киімдерін жинау үшін жоғарыға көтеріледі. Біраз уақыт өте Таня қалыпты өмірге оралады. Анасымен қарым-қатынасын дұрыстап, бірге психологқа барады. Церковқа барып, өзін құтқаруға көмектескен жандар үшін ән шырқай бастайды. Ал қазір Таня ақыры колледжді бітіріп, үй сатып алып күйеуімен бақытты ғұмыр кешуде. Ал Том 15 жылға бас бостандығынан айырылып, 2022 жылы бостандыққа шықты. Қазір ер адам 10 жыл бойы Таняны ұстаған үйінде өмір сүріп жатыр. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, әр қашан сақ болыңыздар, танымайтын адамдармен тез достасып кетудің қажеті жоқ. Осымен біздің шоу өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.